жасап отырамыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мәңгілік бала бейнесі 2-ші сабақ. Біздің негізгі мақсатымыз шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу, көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану болып табылады. Одан кейін біз және түсіну, жауап беру, анализ және интерпретация жасаймыз. Ал құрметті оқушылар, қазір сендерге үй жұмысын сұрау бойынша тексеру барысында капот немесе арқылы программасы арқылы тексереміз. Сендер ол үшін істеулерің керек, телефоннан алып, мендерге QR-код шығады, сол QR-кодты істейміз. Оқушылар, қазір сендерде мынандай флюзити шеңбері бойынша сендер топқа бөлінесіңдер. Ал қазір топқа бөлінеді, орындарымыздан тұрамыз. Шаттық шеңберін құрамыз, ортаға жиналамыз. Егер фила кестесі өздерінде алдыларына берген тапсырма дайын болса, ортаға шығып, міндерге шығып, әрбір топтан біреу, екеу, үшеу, қанша шығасындар шығып, міндерге өздерінің жазғандарыңызды, ой пікірлеріңді дәлелдеп айтып беріңдер. Ислам Таянur. Dağılsın çıkar. Bala kalbinde kalan kız. Onun işlerine ötürmezse, neyse sezimtalçılıktan ömürdün avuşturuluğa onun bebekte jaralaydı. Keyifler turalı öldü. Benim oyuncu ailene jaralana kız emez. O korgansız kalgan kızların, başka bağların nazik canında kurganı. Şartlar, neliktен böyle nazik bala bilgisini dep kalgan. Қазіргі қоғам дәл сияқты ерекше қызды қабылдай ала ма? Іс-әрекетті оқиғалар ашылып. Ал бірінші топтың фила кестесі бойынша жұмысын тыңдаймыз, тексереміз, қараймыз. Кейіпкер бейнесін ашатын деректер. Бір-бірлеріңе баға беріңдер. Бізге Ахмет пен Азаматтың тобы ұнады, өйткені жазылған ішіндегі сұрақтары, деректері мәтін бойынша нақты жазылған. Өте жақсы. Келесі Ахмет. Алихан мен Арсеннің сұрақтары ұнады, өйткені ол жерде бұл мәтіннің тақырыбын ашып көрсетеді. Бізге Саядыр мен Исламның жазған ұнады, өйткені олар нақты жазды айтылымдарды күшті болды. Жақсы, өте тамаша. Кейіпкер туралы ой пікір. Балалар уақыт кішкене шектеулі, әрбір тапсырмаға өзінің белгіленген уақыттары бар. Сол уақыт бойынша жұмыс жасаймыз. Ал бастаймыз сегізінші сәтін. Жақсы. Жақсы, бұл яғни айна әдісі дейді, сегізінші сәтін. Жақсы, рахмет. Жеткілікті. Әрбір жүк не істейді? Енді саған жетпей жүрген мен рөлет пе еді. Оған да жетерсін. Мен рөлде атанарсың. Кейіпкері қатера, қасиетті кесіншіл мұстамшыл. Жаман күнге дейсі бұл кемеді. Мені аяңдашы. Мен ол кезіне оғаш мүгедек болған жақсылықты ғана асылай тек жақсылықты. Кейіпкері әжесі. Қасиетті үмітсіз. Жақсы, ары қарай келесі Расул. Дауысын шығарамыз кішкене. Сонымен құрметті оқушылар, ары қарай келесі біздің тапсырмамыз ол жекелей жұмыс, әркім жеке жұмыс жасайды. Тапсырмамыз ол 1 минуттық әңгіме әдісі, яғни мәңгілік бала бейнесі шығармасынан қазіргі заман өмірімен байланыстырып 1 минут ішінде топтың ішінде бірінші талқылап аласыңдар. Сонымен 1 минуттың ішінде 1 минуттық әңгіме айтасыңдар. Яғни өмір
қазіргі өмірмен байланыстырасыңдар және өз ойларыңды ауызша орындарынан тұрып кім дайын болады сол қол көтеріп айтып береді. Дайындалуға 2 минут уақыт береді. Басталды. Дайындалып алыңдар. Әрбір топтан бір адам, 2 адам айта беруге болады. Барлығымыз айтамыз десеңіз, өздерің десеңіз. Dayınız var. Al 1 минуттық әңгіме дайын болса, бірінші мыңжақ топ дайын екен, осы топтан бастап. Кім дайын? Саянов айта ғой. Мәңгілік бала бейнесі әңгімесінде ең басты көтерген тақырып ол семей ядролық полигонынан зардап шеккен балалар. Яғни ол заманда бір баладан 3 қол болып, 3 аяқ болып, немесе қолдары кішкентай болып тұрады. Ал ол ситуацияда Ләйләнің мәңгілік бала күйінде қалған белгісі бар. Яғни ол осы қоғамды кемсітуде, қазіргі кезде осындай балалар зардап шегіп жатыр. Ал егер біздің қоғам осындай балаларды менің ойымша қабылдамаса керек. Өйткені қазіргі заманда буллинг арқылы өз-өзіне қол жұмсап, суицид жасап кеткен балалар көп. Менің ойымша Ләйлә бұл шығармада өте батыр қыз. Өйткені қанша жерден оны қоғам, туған әпкесі буллинг көрсетсе де өз өмірін сақтап қалу үшін маңызды. Өте жақсы. Қазіргі заманмен байланыстырған, қазіргі замандағы буллинг қазір айтып жатыр, сол бойынша өте байланыстырып келтіріп жақсы жеткізді. Өте жақсы, тамаша. Келесі кім бар? Орнынан тұрып айта берулер болады. Орнынан тұрып айта берулер болады. Иә. Ал айтамын. Жаз, осы да болады. Мәңгілік бала бейнесі шығармасының қазіргі өмірмен тығыз байланысты. Қазірде өмірдің қиыншылығымен ерте көріп, баланың шағын толық түсіре алмайды. Балалар бар. Шығарма арқылы автор балалықтың қазіргі мейіріммен және адамшылығын маңызды көрсетеді. Бұл шығарма біздің бір-бірімізге жанашырлық болуға үйретеді. Өте жақсы. Тағы бар ма? Бұл топта айтатын? 1 минуттық әңгіме? Болды. Мына жақ топтан кім айтады? Мына жақ топтан Әли ма? Әли мен Азамат? Жақсы. Міндегі шығады. Мәңгілік бала бейнесі шығармасында бала бейнесі шығады. Бала бейнесі сияқты соғыс, зорлық-зомбылық, әлеуметтік қиындықтар болады. Сол салдардан көпшілік балалар балалық шақсыз қалады. Яғни соның кесірінен жаңағы балалық шағынан өзін киіп айырылып қалып отыр депсің ғой. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Келесі 3-ші топтан бар ма? Аха, нәрсе келе ғой.